Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Сәлем достар, бүгін біз өнеркәсіп пен жалпы ақпараттық технологияларды байланыстыратын мамандық жайлы айтамыз. Бұл қандай мамандық деп ойлап отқан боларсыз? Кішігірім кіріспе айтып өтейін. Жалпы қазіргі таңда көптеген завод фабрикаларда барлығы роботтар жасайды. Яғни олар бүйтіп деп салып немесе бір нәрселерді бүйтіп жалғайтын болса жалпы негізі роботтар осындай жұмыстарды атқарады. Және қазіргі заводтарды, өнеркәсіпті негізі роботтарсыз елестету өте қиын. Бұрын, 50 жыл бұрын барлық адамдар қолдарымен жасады. Бірақ қазіргі таңда IT технологиялардың дамығаны сонша, ол өнеркәсіпте адамдардың жұмысын жеңілдетіп, жақсартып жатыр деп айта аламыз. Сонымен бүгін біз, достар, электр техникасы және автоматтандыру мамандық жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бұл саладағы мамандар көбінесе техникалық объекттер, автономдық жүйелер мен құралдарға олар белгілі бір алгоритм жасады. Мысалы, мына затты бір жерден алып, екінші жерге қой деген осының барлығы программный код. Осы мамандықты бітіріп шыққан түлектер осындай жұмыстар жасайды. Жалпы осындай адамның өмірін жеңілдететін жұмыс жасайды деп айтсақ болады. Заманауи процесстерді автоматтандырылмаған жалпы адамдар жұмыс жасап жатыр деп елестету қазіргі таңда өте қиын. Себебі қазіргі таңда барлық кәсіпорындарда, өнеркәсіп орындарда, завод, фабрикаларда барлық жерде негізі осындай роботтар, автоматтандырылған машиналар жасайды. Сондықтан да достар, бұл сала, осы мамандық, алдағы уақытта осындай кодтарды жазу, алгоритмдерді жазу, барлық нәрсені автоматтандыру, бұл мамандық алдағы уақытта өте үлкен, жоғары сұранысқа ие болады. Сондықтан да достар, осы мамандықты таңдауға кеңес беремін. Бұл мамандық көптеген салаларды қамтиды. Дегенмен де біз ең басты екеуіне тоқталып өтейік. Ең алғашқысы ол, орысша айтқанда бұл мамандық негізі оптимизация и управление деп аталады. Бұл мамандық негізі көптеген салаларға бөлінеді, көптеген салаларды қамтиды. Сондықтан да біз көп созбай ең маңызды екі бөлігін айтып өтейік, екі саланы. Ең алғашқысы ол оптималды жолды табу, оптимизация деп аталады. Яғни белгілі бір процесс бар деп елестетейік. Көлік шығару зауытын мысалға алайық. Мысалы, Tesla компаниясында барлығын толығымен роботтар жасайды. Міне, фараны орнату, мысалы, сол жағынан былай орнататын болса, ал оның оптималды жолын барлығы есептейді. Оны былай салған ыңғайлырақ екен, ол жеңілірек екен, оған уақыт азырақ кетеді екен, ол тезірек жасалады екен деген сияқты осындай оптималды жолын қарастырады. Осындай оптималды жолды тауып алады. Бұл бізде бірінші қадам, яғни бірінші түрі. Ал екіншісі, ол дәл осы оптимизацияны, яғни оптималды жолды автоматтандыру. Қалай түсіндірсем екен? Мысалы, жаңа ғана айтып өткен фараны қондыру, машинаның кузовына фараны енгізу болатын болса, соны қалай автоматты түрде енгізуге болады? Оны роботқа арнайы алгоритм жазады, арнайы код жазады. Ол 10 сантиметр солға жылжысын, 5 сантиметр алға жылжысын деп оны өзгертуі мүмкін, оны мынанша градусқа бұрсын деп айтуы мүмкін. Осындай негізгі екі бағыты бар. Сонымен біріншісі оптимизация, оптималды жолын табу, екіншісі дәл сол тиімді жолды автоматтандыру. Автоматизация саласының жалпы осы мамандықтың ең жарқын мысалы ретінде біз автокөліктерді алсақ болады. Мысалы, ол қарапайым автокөліктер емес, өздігінен жүре алатын автокөліктер, яғни болашақтың автокөліктері. Мысалы, оған ең керемет мысал қазіргі таңда Tesla автомобильдері. Ең қымбат марка, ең үздік автоөндіруші болып есептеледі. Бұл жақта да беспилотниктер, яғни автопилот деген режимі бар. Сіз өзіңіз отыра бересіз, былай отырасыз, рульді ұстамасаңыз да болады, анда-санда ұстап қою керек. Бірақ дегенмен негізгі мағынасы қандай? Ол сіз ең басты бір кнопканы басып қоясыз, автокөлігіңіз өзіңізді қалаған жеріңізге апарады. Дегенмен де бұндай автоматтандырылған көліктердің көптеген түрлері бар. Түрлері дегенде көптеген деңгейлер деп айтсақ болады. Біріншісі ол автомобильді әрбір 15 минут сайын рульді ұстап отыру деген сияқты. Автокөлік өзі дыбыс шығарып, өтініш, сіз рөлді ұстап қойыңыз деген сияқты. Біз сіздің ұйықтап кетпегеніңізді біліп отырайық деген сияқты осындай ақылды қызметтер бар. Сондықтан да бірінші түрі осындай болуы мүмкін, екінші түрі жалпы бастан аяқ сіз өзіңіз толығымен өзіңіз айдайсыз. Бұл яғни автоматтандырылмаған автокөлік деп айтсақ болады. Ал үшіншісі ол сіз рөлді ұстамасаңыз да болады, сіз кіріп жалпы бір кнопканы басып қойып, ол сізді өзіңіздің межелеген жеріңізге апарады деп айтсақ болады. Жалпы түрлері өте көп. Бұл негізі өте қызықты мамандық, достар. Барлығымыз білетін, барлығымыз фильмдерден көрген искусственный интеллект, яғни ол да автоматтандырылған, ол да автоматтандырудың, автоматизацияның бір мысалы деп қарастырсақ болады. Неге? Себебі оған кодты адамдар өздері жасайды. Жай ғана искусственный интеллект ол алдағы уақытта өзін өзі дамытып отырады. Көптеген нәрселерді өзі іздеп қарастырып, жалпы
Железный человек фильмін көрдіңіздер ма? Сол жақта Джарвис. Ол да искусственный интеллект болып есептеледі. Ол да автоматизацияның бір түрі деп қарастырсақ болады. Және қазақстандық мысал келтіретін болсақ, достар, егов сайты. Мысалы, бұрын ЦОН, яғни Центр обслуживания народа, ол қазақша халыққа қызмет көрсету орталығы, жалпы осындай орталықтар болатын, бірақ қазіргі таңда олар жұмыс жасап жатыр. Дегенмен де егов сайты дәл осындағы қызметтердің автоматтандырылған түрі, яғни сіз өзіңіздің үйіңізде отырып көптеген справкаларды өзіңіз үйде ақ шығара аласыз. Ең бастысы сізге компьютерді жақсы білу керек, қолдана алу керек және принтеріңіз болу керек. Енді мен осы мамандықты бітіріп қай жақта жұмыс жасай аламын деген сұраққа қазір жауап беретін боламыз. Достар, сіз кез келген өнеркәсіп орында, ол мысалы агроөнеркәсіптік, энергетика болуы мүмкін, жалпы көлік және байланыс ұйымдарында, инженер, программист, жалпы достар, көптеген өнеркәсіп орындарында, фабрикаларда, зауыттарда сіз қандай нәрсені автоматтандыруға болады? Вот осындай нәрселер. Мысалы, сіз көлік саласында жұмыс жасасаңыз болады. Енді дәл осы мамандықта оқып шығу үшін, осы мамандықта болашақта жұмыс жасау үшін сізге қандай қабілеттер қажет болады? Ең алдымен ол C++, MATLAB, Python программалау бағдарламаларында дұрыс жұмыс жасай алу, дұрыс код жаза білу қабілеті. Екіншіден, сіз компьютерді жақсы қолдана білуіңіз керек және компьютерлік графиканы жақсы меңгерген болуыңыз керек. Үшіншіден, сіз математикалық жақсы біліміңіз болу керек, себебі сіз математикалық процесстермен тікелей жұмыс жасайсыз. Келесі артықшылықтары мен кемшіліктерін айтып өтейік. Ол жоғары сұраныс. Әрине, біз айттық, автоматтандыру мамандығы болашақтың мамандығы. Себебі болашақта әрине роботтар жұмыс жасайды, сондықтан да осы роботтарға код жазатын адамдар міндетті түрде қажет. Келесі ол шығармашылық жұмыс. Бағана атап өткендей, біз барлығымыз бірге Тесланың фарын салған болатынбыз. Енді осы жалпы сізде творческий подход деп айтады, ол шығармашылық ойлау өрісі болуы қажет. Келесі ол қосымша квалификация. Сіз жай ғана программалаудан бөлек, сіз көптеген салада өзіңіздің біліміңіз болу керек, себебі сіз бір проблемаға, бір мәселеге жан-жақты қарауыңыз қажет. Келесі үлкен бір артықшылығы ол шетелдік стажировкалар. Мысалы, Жапония осы автоматтандыруға, роботтарға үлкен мән береді, сондықтан да сіз Жапонияда, ақш-та, еуропалық көптеген зауыттарда, көптеген үлкен компанияларда осындай стажировкалардан өте аласыз. Енді кемшіліктер жайлы сөз қозғайық. Ол өндірістік жүйенің қиындауы. Яғни технологиялар саны артқанымен, олардың деңгейлерінің жоғарылағанымен, өндірістік процесстердің барлығы қиындай түседі, достар. Сондықтан да, достар, сіздер осындай көптеген қиындықтарға төтеп беруіңіз қажет. Келесі ол қауіпсіздік қатері. Жалпы сіз белгілі бір роботтарды іске қосқан кезде ол сіздің жазған кодыңыз дұрыс жұмыс жасамай, сіз оң жаққа бұрыл дедіңіз, бірақ сол жақта негізі бір қабырға тұр деп елестесек, сіз дұрыс код жазбадыңыз, бірақ ол солға қарай бұрылып кетті, ол қабырғаны қиратты, немесе робот қанша миллионға алынған нәрсе ол өзі қирап қалуы мүмкін, достар. Сондықтан да бұл жақта өте бір табандылықпен, өте бір жауапкершілікпен келу керек. Электр техникасы және автоматтандыру білім беру тобының коды B063 2020 жылы грантқа шекті ұпай 63 балды құраған және барлығы 1200 грант бөлінген. Автоматтандыру және басқару мамандығын елімізде 28 университетте оқытады.